Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі өте дәмді мясной пирогтың рецептісімен бөлісемін. Менімен видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Ең алдымен еріген сливочный майымызға сметана, жұмыртқамызды қосып аламыз. Ендігі ұнымызға разрыхлителімізді қосып, илегіштен өткізіп отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей біздің қамырымыз осындай жұмсақ болу қажет. Енді осыны салафанға салып, холодильникке 10-30 минутқа қойып қоямыз. Мен барлық қоспаларымды алдын ала блендерден өткізіп алдым. Барлығын бірге қосқаннан кейін үстіне көз мөлшерімен тұз саламыз. Тұзымызды қосып болғаннан кейін қызыл бұрышымызды, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді начинкамызды түзулеп, дәмін көретін боламыз. Ендігі қамырымызды екіге бөлеміз. Біреуін үлкен, біреуін кішірек қылып. Кішкентайын қойып қоямыз. Үлкен қамырымызды пергамент қағаздың үстінде жаятын боламыз. Енді жайған қамырымызды противенға саламыз. Енді осының үстінен фаршымызды жақсылап жайып шығамыз. Ендігі кішкентай қамырымызды бірінші қамырымыздың көлеміндей жаямыз. Жайған қамырымызды орап, начинканың үстіне жайып шығамыз. Қамырымызды біріктіреміз. Ендігі пирогымыздың үстін вилкамен тесіп шығамыз. Енді жұмыртқамыздың сарысын үстінен жағып шығамыз. Енді осыны 180 градуста қыздырылған пеште 35 минутта пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын, өте жұмсақ болып піскен, сочный болып шыққан. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздерге сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Сағынбек Салтанат. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.